9-шы тапсырма. Listen and read. Тыңдаңыз және оқыңыз. Oh no, it's 8 o'clock. Every day I get up at 8 o'clock. I have a shower and I brush my teeth. Then I have breakfast. And then I go to school. Oh. Liam! Huh? Where are you going? It's only 6 o'clock. Oh, stupid clock. Оныншы тапсырма. Read the story and complete. Әңгімені оқыңыз және толтырыңыз. Liam gets up at 8 o'clock. Liam сағат 8-де тұрады. He has a shower and he brushes his teeth. Then he has breakfast and then he goes to school. Ол душқа түседі және тісін тазалайды. Сосын таңғы асын ішеді және мектепке барады. 11-ші тапсырма. Choose the right sentence. Дұрыс сөйлемді табыңыз. Біріншісі, what time is it? Сағат неше болды? Who is it? Бұл кім? Үшінші, where are you going? Сен қайда бара жатырсың? Осы сұрақтардың қайсы бірі мына берілген суретке сәйкес келеді? Суретке қарайтын болсақ, үшінші сұрақ, where are you going? Сен қайда бара жатырсың деген сұрақ сәйкес келеді. 13-ші тапсырма. Listen and read. Make a new dialogue with your friends. Тыңдаңыз және оқыңыз. Досыңызбен жаңа диалог құрастырыңыз. What time do you get up, Lucy? I get up at 7. What about you? I get up at 6. What do you do then? I have breakfast and then I go to school. What about you? I brush my teeth and then I have breakfast. What time do you go to bed? I go to bed at 9. Диалогта не айтылғанын қарап шығайық. Сен сағат нешеде тұрасың, Люси? Мен сағат 7-де тұрамын, ал сен ше? Мен сағат 6-да тұрамын. Сен одан соң не істейсің? Мен таңғы асымды ішемін және мектепке барамын, ал сен ше? Мен тісімді тазалаймын және таңғы асымды ішемін. Сен сағат нешеде ұйықтайсың? Мен сағат 9-да ұйықтаймын. Дәл осы секілді өздеріңіз досыңызбен диалог құрастырсаңыздар болады. Яғни бұл жерде көкпен берілген сөздердің орнын ауыстырып, басқа сөздер қойып, диалог құрастырса жеткілікті. 14-ші тапсырма. Listen, point and repeat. Тыңдаңыз, көрсетіңіз және қайталаңыз. Gets up, drinks, plays. 15-ші тапсырма. Complete, then listen and repeat. Толтырыңыз, тыңдаңыз және қайталаңыз. Sally gets up early, drinks milk and plays football.
Sally ерте тұрады, сүт ішеді және футбол ойнайды. 6-шы тапсырма. Read the story and put the sentences in the right order. Берілген мәтінді оқыңыз және төменде берілген сөйлемдерді рет-ретімен қойып шығыңыз. Бірінші сөйлем. Liam gets up. Liam ұйқыдан тұрады. Liam has a shower. Liam душқа түседі. Liam brushes his teeth. Liam тісін тазалайды. Liam has breakfast. Liam таңғы асын ішеді. Және соңғы сөйлеміміз Liam goes to school. Liam мектепке барады. 7-ші тапсырма. Write the verbs in the right category. Then listen and check. Мына берілген етістіктерді екі бөлікке бөліп жазамыз, яғни с дыбысымен және з дыбысымен аяқталатын етістіктер етіп екіге бөлеміз. Gets, walks, skips, hops, looks. Does, jogs, sails, dives. 8-ші тапсырма. Make 6 sentences with some of the verbs from exercise 7. 7-ші тапсырмада берілген етістіктермен 6 сөйлем құрастырыңыз. Мысал ретінде берілген сөйлемдерге қарайық. She dives into a pool. He jogs every morning. They sail down the river. She walks in the park every Sunday. She does her homework every day. He looks like his father.